Бүгінгі сабағымыз ерекше болғалы. Бүгінгі сабақ жақсы болып. Біздің қасына тілектеспін. Бүгінгі сабаққа жаңа ақпараттар көп болсын. Рахмет. Бүгінгі сабақты жақсы өткізуіңізге тілектеспін. Рахмет. Жақсы, олай болса балалар, екі топқа бөлінсек. Сары түс қалаған стикерлерімізді алып, топқа бөлініп отыра қалсақ. Сабақтағы ағымды бағалаудың өлшем шарттарымен таныстырып өтейін. Соған байланысты топ басшылар алдағы уақытта бағалап отырамыз. Бізде сабаққа қатысу 2 балл, сабақтағы белсенділік 2 балл, сұрақтарға дұрыс жауап беру 2 балл, өз пікірін білдіру 2 балл, үй тапсырмасын орындалуы 2 балл. Бағалау 10 балл шкаласымен бағаланады екен балалар. Серпілген сауалдар әдісі бойынша бірнеше сұрақтарға жауап берсек, үй тапсырмасын еске түсіру мақсатында, иә? Дайын болса, бірінші сұрақ, Мағжан ұлт ақыны дегенді қалай түсінесіздер? Қандай кім жауап береді? Жауап бере ғой. Нұрберді. Мағжан ұлт ақыны дегенді қалай түсінесіздер? Мағжан Жұмабаев ұлт ақыны деу, оның шығармалары қазақ халқының тағдырын, рухын, тарихын, азаттық арманын терең жырлағанын білдіреді. Балдар. Тағы да алып қосар ой бар ма? Нұрберді? Жауап бере ғой, сіздер толықтырып. Мағжан Бекенұлы Жұмабаев 20 маусымда 1893 жылы солтүстік Қазақстан облысында, қазіргі Мағжан Жұмабаев ауданында дүниеге келген. 19 наурыз 1930 жылы Алматыда дүниеден өткен. Алаш қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің жарқын жұлдызы. Келесі екінші сұрағымыз, Мағжанның қандай поэмалары бар екен? Кім айтады? Қанша жауап бере ғой? Мағжан Жұмабаевтың белгілі поэмалары ол Оқжетпестің қиясында батыр, баян және де ертегі, қорқыт және де Қойлыбайдың қобызы. Өте жақсы. Үшінші сұрағымыз, Қойлыбай қобызы поэмасының композициялық ерекшелігін айтып өтейікші? Риан, айта отырыңыз. Мағжан Жұмабаевтың Қойлыбайдың қобызы поэмасының композициялық ерекшелігіне талдау. Бірінші бөлімі кіріспе. Поэма қазақтың көне дүниетанымын, бақсылық өнерін тасырудан басталады, яғни қобыздың киелі аспап екенін және Қойлыбайдың ерекше бақсы екенін суреттейді. Оқиғаның басталуы Қойлыбайдың қобызы арқылы тылсым күштен байланыс орнатуы, оның ел ішіндегі беделін көрсетіп, ақын негізгі кейіпкерді айқын бейнелейді. Дамуы қобыздың үні, бақсының сарыны руқтармен тілдесуі әсерлі түрде суреттеледі. Поэманың негізгі идеясы өнердің, рухтың құдіреті осы тұста ашылады. Жақсы, тағы да толықтырып оқшы. Жарайды. Диана, толықтыра қойыңыз. Шерексу. Қойлыбайдың тылсым күшінің шарта